Саламатсыздар ма оқушылар, термодинамика бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың 3-ші нұсқасын қарастыратын боламыз. Оқушылар қажет болса, каналымда 1-ші және 2-ші нұсқалары бар. Каналға кіріп, қажетті нұсқаларында қарасаңдар болады. 1-ші тапсырмада былай делінген: изотермиялы ұлғайған газ 20 джоуль жұмыс атқарады. Газға қанша жылу мөлшері берілген? Оқушылар, мінекей өздерің білесіңдер, изотермиялық процесс кезінде бізде температура тұрақты болады. Жұмысы 20 джоульға тең, табу керек жылу мөлшерін. Енді мұнда бізде температура тұрақты болғандықтан ішкі энергия 0-ге тең болады. Осы жерден оқушылар термодинамиканың 1-ші заңын алатын болсақ, ішкі энергия, яғни жылу мөлшері беріледі ішкі энергиямен жұмысқа. Енді мұндағы ішкі энергиямыз 0-ге тең болғандықтан жылу мөлшері тең болады А-ға, яғни 20 джоульға тең болады. Сонда жауабы жылу мөлшері тең болады 20 джоульға. Енді келесі оқушылар, 2-ші тапсырмада былай делінген: газға 100 джоуль жылу мөлшері берілген және оған сыртқы күштер 300 джоуль жұмыс жасады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең? Астында газдың ұлғаю кезінде қандай процесс болатынын термодинамиканың 1-ші заңы негізінде түсіндіріңіз және жұмыстың формуласын жазыңыз. Ал бысында газдың ішкі энергиясының өзгерісін есептеңіз. Оқушылар, бізде А тапсырмасы бойынша газ ұлғаю кезінде қандай процесс болатынын түсіндіріңіз деп тұр. Газ ұлғаю кезінде оқушылар, бізде қысым тұрақты болады. Қысым тұрақты болған кездегі процесті біз изобаралық процесс деп атаймыз. Ал енді осыны термодинамиканың 1-ші заңы негізінде түсіндіретін болсақ, жалпы оқушылар, термодинамиканың 1-ші заңы бойынша газға берілетін жылу мөлшері ішкі энергияның өзгерісімен механикалық жұмысқа беріледі. Енді мұндағы А-ның формуласын жазатын болсақ, яғни жұмыстың формуласын жазатын болсақ, ол тең болады қысым мен көлемнің өзгерісінің көбейтіндісіне. Ол тең болады, яғни өзгерісті біз V2 азайтылған V1 деп алсақ болады. Енді оқушылар, осы жерге, яғни Q тең деп алып, ішкі энергия қосылған P көбейтілген көлемнің өзгерісі деп алсақ болады. Енді B тапсырмасы бойынша ішкі энергияның өзгерісін табуымыз керек. Осы формуладан ішкі энергияның өзгерісін табамыз. Ол тең болады Q азайтылған А-ға. Q бізде 100 джоульға тең, А 300 джоульға тең. Сонда ішкі энергияның өзгерісі минус 200 джоуль болады. Келесі оқушылар, 3-ші тапсырмада қыздырғыштың температурасы 800 кельвин, ал суытқыштығы 300 кельвин, жылу двигателінің пайдалы әрекет коэффициентінің ең үлкен мәнін тап, тоңазытқыштың жылу мөлшері 600 джоуль, астындағы қыздырғыштан алатын энергияны анықтаңыз. Б-сында машинаның пайдалы әрекет коэффициентін есептеңіз. Ал С-да идеал машинаның пайдалы әрекет коэффициентін анықтайтын Карнов формуласын жазып, жылу машинасының ең үлкен мәнін анықтаңыз дейді. Яғни оқушылар, мінекей мұнда тоңазытқыштың жылу мөлшері берілген екен. Мұнда біз жылу машинасының ең үлкен мәнін анықта деп тұр, яғни қыздырғыштың жылу мөлшерін есептейтін боламыз. Оқушылар, мінекей бізде берілгені қыздырғыштың температурасы, суытқыштың температурасы және суытқыштың жылу мөлшері берілген. Қыздырғыштың жылу мөлшерін пәкті және Карнов формуласын жазатын боламыз. Ең алдымен оқушылар, біз мына екі температураны пайдаланып пәкті есептегеніміз дұрыс болады екен. Б деп алайық. Пәкті табу үшін Т1-ден азайтамыз Т2-ні және бөлеміз Т1-ге. Шыққан мәнді көбейтеміз 100%-ға. Т1 800 кельвин, азайтамыз Т2 300 кельвин, бөлеміз
800 кельвинге және көбейтеміз 100%-ға. Сонда оқушылар 500 кельвинді бөлеміз 800 кельвинге және көбейтеміз 100%-ға, сонда 62,15% болады. Енді осыдан біз Q1 тапсақ болады. А тапсырмасы. Негізі оқушылар мұнда қараймыз. Бізде былай делінген. Жылу двигателінің пайдалы әрекет коэффициентінің ең үлкен мәнін тап деген бірінші факті табу керек болып тұр ғой негізде. Енді жылу мөлшерін табу үшін фактінің формуласын қолданамыз деп айттық. Ол тең болады Q1 азайтылған Q2 бөлінген Q1 көбейтілген 100% немесе 1 азайтылған Q2 бөлінген Q1-ге. Енді осы жерден Q1 табу үшін Q2-ні бөлеміз 1 азайтылған пәкке. Q2 мінекей есептің берілгенде бар 600 джоуль. 1 азайтылған 62,15%-ды біз 100-ге бөлу арқылы санға айналдырамыз. Сонда 0,625 болады. Сонда оқушылар 600-ді бөлеміз екеуінің азайтындысына, яғни 0,375-ге бөлеміз, сонда 1600 джоуль болады. Енді оқушылар С тапсырмасында Кардың формуласын жазып барып, жылу машинасының ең үлкен мәнін анықта дейді. Жылу машинасының ең үлкен мәнін анықтадық. Мінекей Q1-ді таптық, Енді Кардың формуласын жазып қояйық. Т1 азайтылған Т2 бөлінген Т1 көбейтілген 100%. Немесе 1 азайтылған Т2 бөлінген Т1. Сонда оқушылар жауабына келетін болсақ, бізде пәк 62,15% болды. Ал Q1 1600 джоуль болды. Енді оқушылар 4-ші тапсырмада былай делінген. Қуаты 36 киловатт іштен жану қозғалтқышы 1 сағатта 14 кг керосин жұмсаған. Қозғалтқыштың пайдалы әрекет коэффициентін анықтаңыз. Керосиннің жану жылуы 4,6 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі джоуль бөлінген килограмм. Астында керосиннің толық жануға кеткен жұмысты анықтаңыз. Ал бысында керосин толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеңіз. Ал С-да пайдалы әрекет коэффициентінің формуласы арқылы қозғалтқыштың пайдалы әрекет коэффициентін анықтаңыз. Оқушылар мінекей қуаты 36 киловаттқа тең 36.000 ватт деп аламыз, немесе 36 көбейтілген 10-3 дәрежесі ватт деп аламыз. Уақыт 1 сағатқа тең 3600 секунд болады. Массасы берілген, жану жылу берілген, бізге табу керек жұмысты, жылу мөлшерін және пәкті табу керек. Енді А тапсырмасы бойынша жұмысты есептейтін болса, жұмысты табу үшін қуат пен уақытты көбейтеміз. Қуат бізде 36 көбейтілген 10-3 дәрежесі ватт. Уақыт 3600 секунд. Сонда оқушылар 36-ға 36-ны көбейтеміз 1296 болады. Мұнда 3 дәреже, мұнда 2,0, сонда көбейту 10-5 дәрежесі джоуль деп аламыз. Енді Б тапсырмасы бойынша жылу мөлшерін есептейміз. Жылу мөлшерін табу үшін жану жылу мен массаны көбейтеміз. Жану жылуы 4,6 көбейтілген 10-7 дәрежесі джоуль бөлінген килограмм. Көбейтеміз, масса 14 килограмм. Сонда 4,6 мен 14-ті көбейтеміз, 644 болады. Көбейтеміз 10-ның. Оқушылар біз 64,4 болады. 14-ті көбейткен кезде және бір жылжытамызда мұндағы 7 дәрежені 1 дәреже кемітеміз, сонда 10-6 дәрежесі джоуль болады. Енді С тапсырмасы бойынша пәкті есептейміз. Пәкті табу үшін А-ны бөлеміз Q-ге және көбейтеміз
100%-ға. А бізде мінекей 1296 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі ал Q бізде 644 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі джоуль. Екеуін бөліп 100%-ға көбейтеміз. Сонда оқушылар, мұндағы мінекей 5 дәреже мен мұндағы 5 дәреже қысқарады, мұнда 1 дәреже қалады. Сонда 1296-ны бөлеміз 6440-қа және көбейтеміз 100-ге. Сонда бізде 20% болады. Сонда оқушылар, А тапсырмасы бойынша мінекей мұнда А тең деп жазасыңдар. А тең 1296 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі джоуль. Б тапсырмасы бойынша Q тең 644 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі джоуль. Ал С тапсырмасы бойынша так бізде 20%. Оқушылар өздерін көріп отырғандай 4 есеп берілген екен. Есептің барлығын толық талдап аяқтадық. Қажет болса каналымда физика пәнінің осы БЖБ тапсырмасының 4 нұсқасы бар, және алгебра геометрия пәнінің жалпы нұсқалары, бірінші және екінші нұсқалы БЖБ тапсырмалары бар. Қажет болса каналыма кіріп қарасаңдар болады. Түсінбеген сұрақтарым болатын болса, міндетті түрде комментарийға жазып сұраңдар. Сабақ ұнап жатса лайк басып, өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.